әріптестеріме мынау Render Forest бағдарламасы, бұған тек сілтеме арқылы өтесіздер. WhatsApp-та сілтеме жіберілді. Енді осы жерге ең бірінші тіркеліп аласыздар. Ол үшін мына жерде мінекей Вайти деген тұрады. Вайти дегенді бастаңыздар, өздеріңіздің Google аккаунттарыңыздың поштасын және парольді жазып тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін бай аты-жөндеріңіз шығып тұрады. Менде мысалға мінекей Ақмарал Шәкемірқызы деп шығып тұр. Одан кейін жанында мына жерде English тұрады, сіздер оны орыс тіліне қойып қойыңыздар. Енді мінекей мына жерде көптеген шаблондар тұр, мінекей әртүрлі кез келген өте қызықты шаблондар. Бұны үйрену қиын емес. Бұда бірақ уақыт ұзаққа берілмейді. Көп болса бір 2 минут, 3 минуттық, яғни 300 мегабайттық уақытқа беріледі. Бірақ оны сіздер мына неде Camtasia'ны біз үйрендік. Camtasia'да жасаған жұмыстарыңызды Camtasia'да толықтырып алсаңыздар да болады. Енді мына жерде мысалға кез келген біреуін алып көрейік. Мына жерде мына жерде анимация деген тұр. Неше түрлі анимациялар қоюға болады. Интро анимация, логотиптер тұр, мінекей слайд-шоу, презентация тұр. Енді біздің анимациядан бастап көрейік. Мысалға ішінен мынандайларда қызықты видеолар да бар. Соның ішінен біз мынаны таңдап көрейік. Мынаны таңдадық. Енді бұны мынау создать сейчас дегенде басамыз. Басқаннан кейін міне добавить сцену белгілейміз да, создать дегенде басамыз. Мінекей мына жерде түрлі анимациялық суреттер пайда болды. Мысалға мынау анимация повседневных мужских персонажей дейді. Счастливый мужчина, бақытты, машущий рукой мужчина, грустный мужчина дейді. Әртүрлі. Анимация корпоративных мужских персонажей дейді. Корпоративных, яғни корпоративті классика киім киген ер азамат, әртүрлі. Бірінші кез келген видео жасау үшін сіз тақырыбын анықтап алуыңыз керек. Қандай тақырыпта? Ол құттықтау ма, жоқ әлде бір мерекеге арналған ба, жоқ әлде сабаққа байланысты ма? Анимация повседневных женских персонажей дейді. Женских. Анимация корпоративных женских персонажей дейді. Түрлі осындай фоновая анимация дейді. Фон қоюға болады. Қандай әдемі керемет. Тағы не? Мынаның барлығы мінекей фоны о здоровье дейді, денсаулыққа байланысты. Қандай тақырыпта қалайсыз, соның барлығы осы жерде табылады. Мінекей балаларға байланысты, егер бастауышқа сабақ берсеңіз, мінекей мыналарды қойып қойсаңыз, қолдансаңыз, кішкентай балаларға өте қызықты. Енді біз мына анимация повседневных женских персонажей деген таңдап алайық. Мысалға оның үшін корпоративтен алып көрейік. Корпоративный. Мына жерде счастливая женщина дейді, машущая женщина дейді. Біз мына машущаяны таңдайық. Машущая. Ставить дегенді басамыз. Одан кейін мына жерге добавить текст дейді. Текст. Бағдарламасының кемшін тұсы, бұл жерде қазақы төл дыбыстар жазылмайды. Қазақтың әріптері жоқ. Сөздерді таңдауға тырысамыз. Мысалға армысыздар деген. Армысыздар. Достар. Мына жанына армысыздар достардың үстің жағына шертіп қалған кезде мына жазу мына жерге түсті. Енді мінекей жүктеліп жатыр. Мінекей армысыздар достар пайда болды. Енді оның жанына тағы да қосайық. Енді қандай қосамыз? Енді мысалға не қосуға болады? Мына жерде мінекей сурет қойға болады. Женщина держит плакат с полем изображения дегенде мына жерде мінекей ставить тағы да басамыз. Басқан кезде мінекей көрдіңіздер ме? Мына жерде мінекей загрузить сурет, қандай да бір сурет қойсақ болады. Мына жерден қазір мен қарап көрейін.
қандай сурет қоюға болады екен. Мінекей мына жерге бір дайындап қойған фотомыздың бірін алып келейік. Қазір көрейік, мына бір фото қандай екен. Мінекей мына бір фото келді. Бұл фотоны былай жылжытуға болады. Мінекей былай жылжытып, мынаны толтыруға болады. Мінекей не жерден үлкейтуге, кішірейтуге болады. Мінекей. Так, кесіп алдық. Мінекей готово. Мінекей фото дайын. Енді мына жерге жазуға болады. Мерекемен дейді, мерекемен. Так, енді былай еткен кезде мына жазу, мына жерге қазір жазу шығады. Мінекей екіншісі дайын болды. Келесі бізге керегі, келесіне алайық. Келесі бір видео алайық. Видео. Так, видео дейік. Видео. Мінекей мыналардың ішіне де монитор полем для видео дейді. Немесе жаңағы жерге қайтып барған кезде, мінекей мына жерде рамки деген бар, неше түрлі. Міне. Рамки для текста, мінекей кесілгеніне жазуға болады, мысалға мына жерге. Мінекей мынаны егер қаласақ, мынаны қолданып істесем, мінекей ставить. Мына жерге жазуға болады. Мына жерге жазуға болады. Мінекей тура жаңағыдай көрдіңіз бе? Солай жасауға болады. Енді біз мына жерден не іздедік? Видео іздедік. Қазір видео қарап көрейік. Видео рамки деп алсақ, видео рамки. Яғни мына жерге кез келген таңдап алайық, қайсысы дұрыс. Ноутбук с полем для видео дейді. Мына біреудің көрейік, жарайды. Мынаны көрейік. Осы жерге ставить басамыз. Одан кейін бір загрузить, дайындап қойған видео бар болса, видеоны қосамыз қазір. Видеолар деген менде бір папка бар еді, қазір қарап көрейін. Мінекей видеолар, мінекей открыть. Мына жерден мен бір өзімнің видеомды қосайын. Мінекей видеоны таңдадым. Открыть. Мінекей. Оны былай мына жерден кесуге болады, ұзартуға болады. Мен мынаны тезірек сақталу үшін кесіп қояйын. Негізі ұзақ видеоны сақтауға келмейді. Мінекей. Былай болсын, жарайды. Енді готово дейік. Готово деді. Мына жерге жазуға болады. Мына жерге мысалға келіп жазамыз. Ақмарал. Қызы деп қойдым. Жоғар жағын басып қалған кезде жазу шыға келеді. Мінекей. Жүктеліп жатыр. Енді біз сақтау үшін істейміз. Сақтау үшін біз на предпросмотр дегенге барамыз. Предпросмотр, секундочку, не хватает музыки дейді. Выбрал отличный музыкальный трек. Автоматты түрде сізге музыкада таңдауға болады. Бірақ біздің видеода музыка бар, сондықтан мен оны пропустить деймін. А егер сізге музыка керек болса, применить деп жазуға болады. Енді бесплатный просмотр, предпросмотр. Қазір көреміз. Не шыққан? Қазір дайын болады. Подготовка жүріп жатыр. Мынау видеоларды Camtasia'да өңдеуге болады, Camtasia'да жазу қосуға болады қазақша әріптермен. Негізі Camtasia өте күшті бағдарлама. Кез келген нәрсені өңдеуге болады, кез келген видеоны, жаңағы жазуларды барлығын Camtasia'ға салып өңдеуге болады. Енді қазір мінекей загрузка жүріп жатыр. Экспортируется 28 дейді. Видеоларды мына жерден көруге болады. Мына жерде басқа бассақ тағы астында мои видео деп тұрады. Сол жерден көруге болады. Сонымен ең бірінші тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп алсаңыздар, әрқайсыңыз аты жөндеріңіз мына жерде тұрады. Бұл Render Forest бағдарламасында түрлі
портфолио жасауға болады, құттықтаулар, жаңағы сабақтар, өте жақсы ішінде түрлі анимациялар бар, слайд-шоулар бар. Егер негізі үйрену қиын емес, бір көріп алсаңыздар, әртүрлі функцияларын қолданып, неше түрлі видеолар жасай беруге болады. Отображение завершилось дейді. Мінекей, дайын болды, мінекей. Енді қарап көрейік. Енді мына жерде назад к редактированию деген тұр. Бұл жерге қайтып барсаңыз, видеоңыз жасаған немесе жұмысыңыз сіздің көңіліңізден шықпаса, мына жерге барып қайтадан өңдеуге болады. Енді қалай сақталады? Мына жерде басамыз, мінекей my video деген тұр. My видеоны бастық. Так, мінекей мен жерде бірнеше видеолар тұр екен енді саған. Енді мысалға мінекей армысыздар бауырларым деген сізге көрсетейін. Өткен жолы әңгімелерімді қылыстаған медекелерімді сонда жасаған видео. Мінекей осылай неше түрлі жасауға болады. Енді оны қалай жасағанымыз мынау, иә, мінекей. Скачать дегенді көрдіңіздер ме? Скачать дегенді басамыз. Мінекей скачать етіп, жұмыс істеуді көріп қалуға болады. Мысалға, бірінші создать дейміз. Создать. Так, бұл. Мінекей. Переименовать деймін. Render forest, videolarımızı Şimdi ime файла мына жерге курс салайын. Так, сохранить. Сохранить еттім мінекей. Мынаны жаба салайық. Енді қалай сохранить етілетін көрейік. Так, мінекей. Скачать. Скачать. Қазір мен скачать еттім. Render forest видеолары. Маған мінекей мынадай видео шықты.
Мінекей осылай түрлі видеолар жасауға болады. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.